Адам организмінде жүйке жүйесі екіге жіктеледі, ол соматикалық және вегетативті жүйке жүйесі. Вегетативті жүйке жүйесінің өзі симпатикалық және парасимпатикалық бөлінеді. Парасимпатикалық жүйке жүйесі ол холинорецепторлерді қолдану арқылы жүретін болса, симпатикалық жүйке жүйесі ол бізде адреналин және норадреналинді қолдану арқылы жүзеге асады. Парасимпатикалық жүйке жүйесі сопақша мида және сегіз көз аймағында орналасқан. Олардың қызметі көзді тарылтады, жүрек жұмысын бәсеңдетіп, асқазан жұмысын ұлғайтатын болып келеді. Ал симпатикалық жүйке жүйесі бізде парасимпатикалық қарама-қарсы жұмыс жасайтын болып келеді, және ол осы жұлын аймағында орналасқан. Көріп тұрғандарыңыздай, ол адреналин және норадреналинді қолданады. Адам стресске ұшыраған кезде, күйзеліс кезінде жалпы ор-қаш деген процесс арқылы жүзеге асады. Ол көзді кеңейтіп, жүрек жұмысын жоғарылатып, асқазанның жұмысын бәсеңдететін болып келеді. Жалпы парасимпатикалық жүйке жүйесі адам тынышталған кезде, ұйықтап жатқан кезде іске қосылатын болса,